Ахматжан Нұртаза баршамызға белгілі, өзіңіз мектеп оқушыларымен бірге бір чатыңыз бар. Жалпы сол чатты ашудағы мақсатыңыз қандай? Жалпы оқушылармен былтырғы оқу жылында біз чат ашқан болатынбыз. Мектепте 2200 оқушы болса, соның 5-7 сыныптармен және 8-11 сыныптармен бөлек чатта отырам. Чатты ашудағы мақсат оқушылардың ең бірінші үнін есту. Оқушыларды көп жағдайда естімей жатамыз. Яғни ол кісілердің қажеттіліктері бар, олардың айтатын сөзі бар, талаптары бар деген, ұсыныстары бар деген сияқты. Мысалы, чатта көптеген тақырыптарды талқылап жатамыз. Кейбір оқушылар жекеменде хабарласып жатады. Әртүрлі сұрақтармен хабарласқан кездер болды. Өмірге деген құлшынысы жоғалған балалар болды. Я болмаса бір сыныптастарынан буллинг дейміз ғой, қазіргі тілмен айтқанда, сондайға ұшыраған балалар болды. Асхананың тамақ сапасын айтқан, оқуға деген ынтасының жоқтығын айтып жүрген балалар көп болды. Бұның барлығы жеке қаралып, әр баланы құпиялылығы сақталып отырып, мәселе уақытылы шешіліп отырады. Балалардың бірінші кезекте маған сенім білдіруі бұл ең маңызды дүние. Мен үнемі чатты оқып отырам, кері байланыс беріп отырам. Чаттың негізгі мақсаты осы мектептегі оқушылардың үнін есту және проблеманы бірлесе шешу. Бірнеше проблемалар шешілді.